Баршаңызға қайырлы күн достар, дәмді асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, құрамы қолжетімді, үйдегі бар заттармен дайындалатын, бар жоғы 20 минутта дайын болатын өте дәмді торт дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, және видеоны соңына дейін көріңіздер. Үш жұмыртқамызды саламыз және оның үстіне қантымызды, шым-шым тұзымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап бір келкі массада араластырып алатын боламыз. Қантымыз осылай ерігеннен кейін оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да бір мәрте жақсылап майымызбен араластырып алатын боламыз. Міне біздің араласқан массамыз дайын болды. Енді оның үстіне ұнымызды електен өткізе отырып осылай саламыз. Және ұнның үстіне 2 шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, ұнымызды араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермейміз. Осылай 2 бөлікке бөліп сала отырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Керекті қоспаларының мөлшерлемелерін описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Міне осылай ұнымызды салып араластыра отырып, жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Міне біздің қамырларымыз дайын болды. Осылай қамырымызды илеп алғаннан кейін таза салафанға салып, тоңазғышқа 10-15 минутқа тындырып қойып қоятын боламыз. Тоңазғыштан енді қамырымызды алып, осылай столдың бетіне түсіріп, қамырларымызды теңдей етіп, 2 бөлікке бірінші бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін келесі қамырымызды да көз мөлшерде теңдей етіп 6 немесе 8 бөлікке бөліп алатын боламыз. Міне осылай барлығын теңдей бөліп алғаннан кейін дөңгелек шар пішінге келтіріп алып, оны арнайы тақтайдың бетіне қойып аламыз. Енді жаңағы қамырларымызды өзіміздің пісіретін табамыздың мөлшеріне қарай дөңгелек етіп, өте жұқа етіп жайып алатын боламыз. Құрметті достар, біздің бұл тортымыз табада пісетін болғандықтан, табамыздың мөлшеріне қарай жаятын боламыз. Міне осылай, егер қамырларыңыз жабысып жатқан болса, онда астына кішірек ұн сеуіп жібереміз. Міне өстіп қамырымызды жұқа етіп жайып алғаннан кейін, арнайы мен осындай қақпақтың формасына келтіріп, дөңгелек етіп осылай кесіп алдым. Өзімнің табамның формасына қарай осылай дөңгелек етіп кесіп алдым. Сіздер де солай қақпақ немесе тарелканың көмегімен дөңгелек пішінге келтіріп кесіп алсаңыздар болады, немесе піскеннен кейін де кессеңіздер болады. Міне екінші қамырымды да осылай жұқа етіп жайып алып, осындай қақпақтың көлемімен дөңгелек етіп кесіп аламын. Менің бұл кесіп алған қамырым менің пісіретін табамның мөлшерімен бірдей болып тұр. Енді осы қамырымызды жайлап алып, жай отта қызып тұрған табамызға осылай аударып пісіріп алатын боламыз. Ескеретін жайт, осы табамызды отқа қойған кезде астын өте жай, баяу отқа қойып қоямыз. Міне қамырымызды салғаннан кейін қамырымыздың беті көпсіп, асты піскен кезде екінші бетін аударып, міне осылай барлық қамырларымыздың да екі шетін осылай пісіріп алатын
боламыз. Міне сонымен біздің тортымыздың коржылары да осылай пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай осылай әдемі болып пісіп шығады. Енді торттарымызды қазір жинайтын боламыз. Жаңағы пісіріп алған қамырымыздың бір қамырын алып, осылай арнайы блендердің көмегімен майдалап езіп алатын боламыз. Егер блендер болмайтын болса, онда қолдарыңызбен немесе оқтаумен езіп майдалап алсаңыздар болады. Және кремімізді дайындап аламыз. Енді кремді өздеріңіз қалауларыңызша әртүрлі етіп жасасаңыздар болады. Мен енді қойытылған сүтпенен сары майды араластырып жасадым. Енді кремді қалауларыңызша өздеріңіз әртүрлі етіп жасай бересіздер. Енді әр осы коржиктарымыздың арасына кремдерімізді жаға отырып, коржиктарымызды жинайтын боламыз. Міне осылай бірінің үстіне бірін кремімізді жағып, коржиктарымызды жинап алатын боламыз. Жинап болған коржиктарымыздың үстіне блендерден майдалап алған коржиктің майда ұнтағын осылай барлық жеріне тегіс етіп сеуіп шығатын боламыз. Сіздер де осы рецепт бойынша үй жағдайында балаларыңызға жасап көріңіздер. Пешті де қажет етпейді, тапада піседі. Өте дәмді, жұмсақ болып пісіп шығады. Құрамы да өте қолжетімді, көп уақытты алмайды. Міне біздің торттарымыз да оңай, жақсы, жұмсақ болып кесіліп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып пісіп шығады. Қазір сіздермен бірге дәмін көретін боламыз. Дәмі өте керемет, әрі өте жұмсақ болып пісіп шықты. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін подписаться бөлімінің жанындағы қоңырауша батырмасын басып қойсаңыздар, менің каналымнан түрлі рецепттерді көре алатын боласыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Алтынай.